Бастан және мойыннан аққан қанды жинап, жүрекке қарай тасымалдайтын ірі веналық тамыр. Бұл ішкі мойындырық венасы болып табылады. Вена югулярис интерна деп атаймыз. Ішкі мойындырық венасына келіп құятын веналар екі топқа бөлінеді. Сыртқы және ішкі. Бұл ішкі веналарына біз атап өте аламыз, плакаттан көрсетпейміз. Көз венасы, вена офтальмика, ми венасы, вена церебри, мидың қатты қабығының венасы, вена менингея, диплоикалық вена, вена диплоика, сосын ішкі құлақ венасы, вена лабиринти деп атаймыз. Осы айтылған веналар бас сүйегінің менен мидың қатты қабығының арасында түзілетін қойнауларға әкеліп несін құяды, ал қойнаулар бір-біріне жалғасып барып ішкі мойындырық венасымен жалғасады. Бұл қойнауларға жатады жоғарғы сагиталды қойнау, синус сагиталис супериор, төменгі сагиталды қойнау, синус сагиталис инфериор, көлденең қойнау, синус трансверсус тік қойнау, синус ректалис, қателестім, мынау тік қойнау, синус ректалис және көлденең қойнау, синус трансверсус және сигма тәрізді қойнау, синус сигмоидеум және кавернос қойнау, синус каверносус, ал сигма тәрізді қойнау өз кезегінде ішкі мойындырық венасымен жалғасып, бас сүйектің іштен қанды алып шығады екен. Ал сыртқы веналарына келетін болсақ, сыртқы веналар бұлар бет венасы, вена фациалис, төменгі жақ арты венасы, вена ретромандибулярис, беткей самый венасы, вена темпоралис суперфициалис, және шүйде венасы, вена оксипиталис. Осы айтылғандарды көрсетсеңіздер жеткілікті, қалған веналардың барлығын кейін терең оқи береміз деп.